Совхозда звено, бригад, отделение и совхоз. Сол сияқтыда құрылымда бұл құрылым. Істеушілік болып жатыр. Айтыңыз. Мынандай болып отыр ғой. Бұл кісілер, мысалы мен бір өзім өндірсем бола ма деп сұрақ қойып отыр ғой. Мастер болып болады. Болады. Сіздер просто сол болады деген жауапты сіздер бүйтіп айналдырып, ауқымды қылып, оны мина одан бетер нагрузка қыласыздар да. Болады. 5000 куб, 20 куб, 30 куб өндіресің ба, өндіре бер деп айтсаңыз болды. Неге солға керек? Жоқ, біз толық жауап беру біздің міндетіміз. Жоқ, сіздер анау. Айналдырып. Бұл жерде қараңыздар, кез келген адам өзі енді қаламайтын болса ол адам ментор қылдырып ешкім қоймайды, рас қой? Ол қаламайтын болса ол адам магистр болмайды, яғни мастер болып. Шардарадан бар ғой, өздеріңіз бір 3-4 кооператив ашып алып істегендеріңіз әлдеқайда тиімді ғой. Мәселен қараңыз, бірақ уақытша өзі соған кіреді, бірақ өзі. Уақытша өзі уақыт әкеледі ол нәрсеге ше, ол уақыт әкеледі. Уақытша өзі кооператив ашып алса, жаңағы кісі кооператив ашып алса, например, мынау кісі кооператив ашып алса, сіз ашып алсаңыз, еще 4 магистр болып та ашып алсаңыздар, уже сіздер әрқайсыңыз аналардың бастарын құрастырып, жер аласыздар да, үлкен жер аласыздар, арнайы техника аласыздар, бәрін біріктіресіздер. Бір варашительмен, бір погрузчикпен, бір ховыма бірдеңке алып алсаңыздар, жаңа гөндердің бәрін таситын, шикізатты таситын. Бұл сіздерге әлдеқайда тиімді болады. Мәселен, мен қазір өзімнің шаруашылығымда автоматика дәрежесіне өткізетін болсам, мен 20 адамның, 30 адамның былайша айтқан кезде істейтін еңбегін автомат түрде істеп тастаймын да, ол маған әлдеқайда тиімді болады. Сол сияқты бір техника көптеген адамның орнын басып жүреді ғой. Ол жағы сіздерге өте тиімді болады. Сосын, мәселен қазір Бақытжанға барамыз ба, 100 миллион теңге ақша инвестиция келсе, 100 миллион теңге. Мына кісі қазір ана жерде бар ғой, 5000 квадрат емес, 50000 квадратқа бемер жайып тастайды да. Істейді ол. Өйткені бұған инвестиция ажырататын болса, ол үлкен мүмкіндік. Ол өзінің тауарын алдын ала сатып қойған болады. Сөйтеді да, техникамен қамтамасыз етеді ана жерде. Автоматика дәрежесіне биореакторларды істейді да, автоматика дәрежесіне жеткізіп тастайды. Сосын бұл кісі уже 1,5 мың куб емес, 15 мың куб бегім істеуді өндіріп отыр. Түсініп отырмыз ғой, оны инвестор шығарып десек те, инвесторге әлі ешқандай доказательствомыз жоқ та біздің сатқан. Инвесторге шығуымыз керек қой. Мен өзім практикамда болмағаннан кейін, мен ешқандай инвесторге шыға алмай отырмын. Постепенно болады. Сатса өзді өзі инвестор болады. Осы жиналғанда бір пайдаланып айтып келейінші бір нәрсені. Істейді ма? Істейді. Басын даже. Қайсы? Кнопкасы бастай. Мен бір жаққа асығып отырмын, осындай жиынды өзім арасында қатысам деп жүрмін да. Сол жаңағы тарихта мындай сөз бар ғой, тәртіпке барған құл болмас дейді. Тәртіпке барған да. Кімнің айтып отырғаны өте тамаша, маған ұнап отыр да. Және сен ситви деген нәрсең ол далбасы ол. Мынау деген тәртіпке барған ғой, бірін-біріне контроль ғой, өзі қарап қарасаң. Бір-біріне қарап да, тамаша емес пе? Сен жаман жұмысыңа мен саралат етуім керек па? Давай дұрыстап істе деп бір-біріне қарай. Әдемі өте тамаша. Содан кейін айтайын деп отқаным, өткен жиналыстарда сөздер естіп қана жаңағыдай ауырған баланы ғой, Израильдегі осы немен өте тамаша жаңағы Пайдалы жағы. Жаңағында. Сол айтайын деп отқаным, мынау қаланың ішінде істейтін мысалы қызығатын жігіттер болса да, қаланың ішінде тек учаскесіне сыймайды ғой, мысалы дұрыс па? Иісі шығады, көршісінен ыңғайсыз болады. Өткенде кімге де айтып жүрмін да. Менде мына Шардара люкс деген тойхана бар ғой, қаланың шетінде, ұзақта емес. Соның ар жағында менің жерім бар. Сол жерге өзім істеп жатырмын. Енді егер біреулер келсе, мен жерім әрі қолданылады, жерді тегін берейін деймін да. Бір-біріне көмектесіп, Аяқ көтергенше шылаушымызды беріп тұрмыз. Иә, сөйтіп та өзімде тракторым бар, басында баспана бар, тұйықпаз орнаттым, трансформатор қойып бітір шамам келгенше, содан қоршап жатырмын. Сондайлар болса айтып деймін, мысалы шамандарың келгенше болса, келіп істей беріңдер деп жатырмын. Менде жерім құнарланып қалады деп болса да. Жердің есігінің алдында титтей жерге сығылысып, жүре алмай жүргендер болса, кең жер бар да. Халыққа да тиімді, өзіне де тиімді нәрсе ғой. Қыдырбай аға, сізде қанша квадрат бар қазір? Қазір менде 400 бар. Біз қазір енді жалпы түсіндік қой, Енді біз қазір арамыздан сол ментор магистріміз сайлап алсақ. Енді сіздер жақсы білесіздер оны, біздер емес. Өйткені маған қазір
ертең контроль жасап отырған маған жеңіл болады сол кісілермен ғана сөйлесіп отырғанда. Біз тапсырманы сол кісілерге міне бізде мынандай жаңалықтар бар, мынандай болып жатыр, ертең байқау өткіземіз, ертең мына диқандармен айтқандай жаңағы диқандармен жұмыс істеу мәселесін айтпайық. Диқандармен қалай өнімізді оларға өткіземіз, жаңағы субсидия мәселесінде. Енді минтерлер сайлап алып айтамыз. Сіздер тағы да үгіт насихат жұмыстарын жақсылап жүргізулеріңіз керексіздер. Бұл жеткіліксіз негізі. Бұл жерде бір азғантай адам келіп отыр. Біз мүмкіндік болса, ауыл аймақтарға да шығып. Біз бар ғой, уақытымыз біз бүкіл Қазақстан бойынша қазір мысалы үшін бір апта біз Түркістан облысында ғана жүре дегенбіз. Әлі Жамбыл облысы бар, әлі Қызылорда бар, Батыс бар. Өмір берсе, сондықтан бізге қараңыздар. Ертең алдында Сарыағаш, кешке түстен кейін сіздер метрлар өткізсе болады ма? Шардараға бақшаны өткізеді. деген мақсатымыз осы. Өзім жүріп бәрін түсіндіремін. Қазір сіздер ертең Бақытжандар түсіндірген кезде сіздер қолдайтындай болып, осы кооператив туралы жаңағы сұрақтарды әлиге қойып алыңыздар деп отырғанымыз осы. Ертең олар түсінбей жатқан кезде сіздер де қолдау болатын. Сол ментрлер, магистрлерге көмектесетін, бір-бірімізге көмектесіп, жұмыс істемесе кім дамытады? Бұны айтыңыздаршы. Біреуге тапсырып қойып, өткізе деген нәрсе болмайды. Жалпы қараңыздар, мынау біздегі жаңағы менторларымыз ауылдық округі бойынша сол кісілер жұмыс істейді. Магистрларымыз аудандық округ бойынша семинарлар ұйымдастыру оның ішіне де кіреді. Толыққанды бәрінің заңды құқықтық құрылымын анықтау оның ішіне кіреді. Сол себептен біздің қазір келгендегі мақсатымыз осы жақтағы магистрлерді, менторлерді айқындап алып, жауапкершіліктерін түсіндіру, көпшіліктің жүгін көтеру. Сол арқылы біз осы жерде болды. Оңтүстік өңір дайын, Түркістан облысы дайын дейміз, кетеміз. Тек қана облыстықпен ғана жұмыс істеп отырмыз. Бұл енді қазір мына бәріміз майда немен бастап алдық қой енді қазір. Мысалы 50 квадрат, біреулер 10 квадратпен бастап жатыр. Олардың бәрі енді сіздер мен артынан 10 адам шығарам дегенше бұл қай заман ғой мысалы былай қарасаңыз да. Қай заман емес? 3 жылма кетеді жай. Біз 2 жылда Бақытжан екеуміз Аллаға шүкір 2 жылда. 2 жыл дейік. 3 миллионға жуық адамға осыған үйреттік десек болады. Бізге сондай көрінеді ол. Осындай майда құрылымдар. Әнем сөзді бөлейінші. Майда құрылымдар біріксе деп жатсың. 200 адамды 2 жылда шығарып отыр. Сен 10 адамды 3 жылда дейсің, 2 жылда 200 адам шығарып отыр. Еңбек етсең болады. Жоқ, ол кісі басқа сұрақ қойып отыр. Біргейік деп жатыр. Қазір барымыз біргейік деп жатқан кооператив. Қазір сіздердің мастерлар бірігіп, ағаларыңызға ментор сайлаңыздар. Менторлар бірігіп, ағаларыңызға магистр сайлаңыздар. Мынандай да бір сұрақ бар да. Сосын жаңағы ментор, мәселен қараңыз, бір ментордың астында қазір бірнеше мастерлер бірігеді ғой. Бірігеді, сөйтеді, қазір қай мастерлер, бәрі мастер, біреу 1 куб өндіріп жатыр, біреу 100 куб өндіріп отыр, например, да. Содан 1,5 куб өндіріп Бақытжанға дейін кетті, шадыра бойынша ше. Енді қараңыз, осылардың барлығы бірігеді, арасынан жаңағы өздерінің әмірлерін сайлап алады, жаңағы басшыларын, сайлап алады, олар осы регион бойынша жұмыс істейді, жағын жақ дамытуға. Мәселен, Шардара үлкен показательный жаңағы аудан болсын. Мәселен, осы жағынан да. Сондай нәрсеге ұмтылуымыз керек та. Сөйтеді, жаңағы астындағы мастерлер бар емес пе? Өзі өзі шошан сатады ғой. Сатады да, оның ол ученики, дұрыс па? Шәкірті. Не деп қарамай, ассистент деп қарамай тұрсыз? Ученики да, жаңағы шәкірті. Сөйтіп, сол шәкірттерді сіз табиғи үйретесіз ғой оларға, дұрыс па? Мынандай қып істейсің деп үйретесіз. Сөйтіп, үйрету арқылы сіз өзіңіз қалай ментор болып қойғаныңызды білмейсіз ана жерде ше. Сөйтіп өйткені сіз 500 куб биогумус өндіріп жатсыз. Ары қарай планыңыз, ендігі жылға планыңыз 5000 куб өндіру. Одан кейін 50 000 куб өндіру деп кете береді ол. Айтыңыздар. Жалпы қазақ отырмыз да, орысша араластыра берсек, біз түсінбей қаламыз да орысша сөздеріңізге. Терминдер бар. Орысша айта берсек. Сол халықаралық. Көрдіңіз ба? Жаңағы сайт қой, аудан әкімі, ауыл әкімі, облыс әкімі болып кете береміз ғой. Былай айтқанда. Метр деген түсінбей. Орысша жоқ, орысша сөйлейміз. Метр деген мент деген сөзі. Элиттер дегенде қойсаңызшы. Жаңағы анау бірігу сендерді айтып отқан ол келешектің еншісінде де міне бастамасы, бісмілләсі басталып жатыр. Шардара ауданында магистр Бақытжан әрбір ауыл округтарында
бір ментор, оның өзінің мастерлері болады. Осылай бастай берейік, кейін іріленіп көбейген жағдайда ол ары қарай бола береді. Сендер келешектің әңгімесі емес, сендер қазіргі кездің әңгімесін айтыңдар, а қазіргі кездің әңгімесі, мен айтып отырмын ғой, совхоздың структурасы болатын. Звено, бригад, отделениеда сол сияқты. Тыңдаңдар, ауыл округінде шуалшаң өндірушілер, олар мастер, бір ауыл округінде, бір ауылда мастерлер, бір ментор басшысы, ал барлық ауылда менторлер әзірше. Ауданда Бақытжан магистр. Ары қарай дамып бара жатқан кезде, ол өзінің мынау белгілі рамкасы бар ғой, мынанша болғанда мастер болады, мынанша шәкірт тәрбиелегенде ментор болады дегенде, ары қарай ол өзі уақыт еншісінде кете береді. Сондықтан да бүгінгі таңның жұмысын талқылаңдар, уақыттарың қымбат, бағалы. 2 жылдан кейін болатын нәрсені қозғамай қойыңдар. Қазір мақсат Шардарада әрбір ауылда мастерлерді басқаратын бір ментор шығару, ол менторлер бір магистрге бағынса, сонда магистр комитетке бағынады, нақты құрылым құрылады. Осы бағытта жұмыс істеңдер. Ал енді не себепті жаңағыдай бұлай істеліп жатыр? Бұның барлығы қойылатын талапқа бағана пернебегенімде айтып кетті. Алғашқы кезде компост жасамаған биогумусты дағып жатырмыз деп. Алла тағала әлемді таразының басында теңді жаратқан деп бағана айттым ғой. Ауру туғызатын микробтар, бактериялар бар. Соны кезінде алып бактериологиялық қару жасаған мысалға да. Ол көзге көрінбейді. Сол сияқты әртүрлі ауру туғызатын, малдың ауруы, қарасан, басқа адамның ауру туғызатын микроағзалар қида болса, соны компост жасаған кезде 28 күн. 70-72 градусқа қи қызған кезде ананың барлығы өліп қалады да, микроб залалсызданады. Сөйтеді да, оны құртқа берген кезде ешқандай бойында арамшөптің тұқымы жоқ, ол күйіп қалған. Адамның ішек құрттарының жұмыртқасы пісіп қалған. Адамның, өсімдіктің, малдың ауру туғызатын микробтардың бәрі стерилизация болған. Қазір ғой одноразовый шприцпен укол салады, бұрын баяғыда естеріңде болса, темірде де укол салатын болса, газға қойып бәрін стерилизация жасайды. Дәл сондай процесс 28 күн компост жасаған кезде болады да, зиянды микробтың бәрі өліп қалады да, сапалы компост болады. Осыны алу үшін, ешкімге зиян тимеу үшін, пайдаланған диқандардың егіні өлмеу үшін, мал, адам оған ауру жұғып, ауырмау үшін, осыған жауаптылықпен қарау үшін, осындай құрылып, осындай тәртіп талаптары қойылып отыр. Сонда ғана кооперативтің жұмысы ілгерілеп, сапалы, қауіпсіз өнім өндіріліп, сол ғана субсидияланады, сол ғана сатылады. Сен 10 миллион куб биогумусың болса да, оның ішінде ауру туғызатын микробтар болса, ол дүниеге бола, ақшаға бола оны сатып, біз елді ауыртып, егінді ауыртып, ол Құдайдың алдында да, арымыздың алдында да ұят болады да ол. Рахмет. Енді қазір магистр сайлап алсақ арамыздан бірінші. Магистр Шардараға Бақытжан. Өздері халық сайлайды өздері. Кім болсын магистр сіз? Бақытжан дауыстаңыздар. Барлықтарыңыз келісесіздер ме Бақытжан магистр болуына? Магистр болуына Бақытжан магистр ғой. Енді Бақытжан өзі бар ғой, оңтүстікте тағы кім магистр болсын? өндіріп жатқан жігіттердің біреуі Бақытжан, Алла разы болсын, жақсы жұмыс істеп, және рекламаны да жасап жатқан, осы биогумусқа көп еңбегін осы салаға салып жатқан, ол бетіне мақтағанымыз емес, көріп жүрміз ғой, кімді қалай жұмыс істейтінін. Алла разы болсын. Сондықтан бәрібір де біз енді халықтың өзінің ішінен ертең, ой, бізбен ақылдаспадыңдар, сендер өздерің сайлапсыңдар деген әңгіме болмау керек. Бұдан кейін бұл жерде ертең талаптарыңызды осы кісіге қоясыздар. Оның да мойнына аз дүние алып жатқан жоқ, жауапкершілікті алып отыр ғой айтқанда. Ал енді менторларды Бақытжан мырза? Бақытжан ауылда сайлайды да, ауыл округтерде, қалада өз сайлайды, өзінің адамдары. Сөйтіп сендерге отчетын берсін. Жоқ, менторлар қажет бізге. Менторлар қажет. Жоқ, дұрыс соны сайлап. Жоқ, бердімнен да қайрат. Біз қазір бұл жерден сыртынан сайламайық деп жатқаным,
Сендер енді басқа аудандарға кетесіңдер ғой. Жалпынан бастап бүкіл ауылды аралап, сол жерде жиналыс өткізіп, әрбір ауылдың өзінің менторын сайлап. Қараңыз, Сергей аға, біз қазір осы тараптан, осы жиналғаннан, я хотя бы 3 адамды, 4 адамды менторлыққа сайлауымыз қажет. Өйткені бақытжан связьға шықпайтын болса, біз менторлармен связьға шығып отырамыз. Және де менторлар арқылы Бақытжан мырзаның жұмыстарына тоже септігін тигізіп отырамыз. Сол себептен тағы менторлыққа ұсынатындарыңыз бар ма? Кім бар өз ағаларыңыздан? Бақытжан көш жерден. Бақытжан. Қай ауылда кім менторге лайық айтса соны сұрап отырайық. 10 адамдан сұрап кісі бар. Ол менікі дұрыс қой. Ол мен оған қазір оны өйтіп жүгіріп жүре алмаймын. Ауыл арасында өзімнің ауылым арасындағы ішкі проблемасын шеше аламын оны. Именно сол система сәл попроще қылайықшы, ләжі болса негізі сәл простой қылыпта, ментор, мен сәл түсініктілеу қылып, сәл простой қылып, жалпақ тілмен жоқ, он басшы деп отырып қойын, 10 басшы басқаша атауларын өзгертіп, қазақша қылып. 10 басы кім 10 басы? 10 басы деп айтайықшы мысалы үшін. Өз ауылым. 10 басы болсын. Жігіт басы. 10 басы. Енді 100 басы. Бақытжан 1000 басы. Сәкен жазамыз ба? Өз ауылыма ғана жүре аламын. Ментор. Қыдырбай аға, сізде қанша? Енді қазір мына ауылда конкурсқа жер ойылып жатыр. Сізде 400. Қыдырбай. Соған да неге конкурсқа қатысып жатырмын да, жалпы енді сол адамдардың атынан қатысып жатырмын да. Сол 10 адам тартсаңыз, жаныңызда солар сөйлесіп қойын, солардың өздері боласыз енді. Барлық сұрақтарыңызды Бақытжанға қоясыз ғой? Бақытжан, маған 2 адам келді. Оларға жер тегін. Жататын жер бар, басында тракторым бар. Қанша гектар? Жетеді. Ол ағаларына сіз ментор болсаңыз. Соны келдіріп 2 адам келді. Жер тегін болса ойбай. Сәкен телефоныңызды айтып жүріңіз. Все, онда сізді ментор қылып қояйық. Сізде жер бар, техника бар, дұрыс па? Айтып бар. Ой, Қыдырбай, қалаға нені беріп бекетке ментор боласың ба, жоқ Сапқошардаранда қосасың ба? Сапқошардарың жері ғой, қарайды ғой. Дұрыс қой, соны қос деп айтайын деп жатыр енді. Сапқошардара сол жағалау бекет, соның менторы болды. Онда қаланың менторын тағы. Енді араларыңызда қазір келмеген кісілер бар ғой, мысалы үшін. Ол кісілерге тағы бізге қазір 2-3 адамды нақтап кетейік, ертең. Өздеріңіз, қазір қараңыздар, біз коллегия болып береміз, өздеріңіз ары қарай Бақытжанмен ақылдасып, менторларды тізбектейсіздер. 212 41 77. Сіздің аты жөніңіз және телефон номеріңіз болса?